Ауыр атлетикадан Таиландта өтіп жатқан құрлық біріншілігінде Қазақстан құрамасының қоржыны тағы 2 медальмен толықты. 94 келіге дейінгі салмақта өнер көрсететін қандасымыз Рүстем Сыбай алтыннан алқа тақты. Илья Ильиннің шәкірті Рүстем қос сайыс бойынша 383 келіні бағындырып, қарсыластарынан оқ бойы озық шықты. Ал қыздар арасында 69 келі салмақ дәрежесінде жарыс жолына шыққан Майра Файзуллаева тағы бір қола медаль жеңіп алды. Жерлесіміз қос сайыс нәтижесі бойынша 223 келіні еңсеріп, үштікті түйіндеді. Еске салайық, дүбірлі додада осыған дейін Әсем Садықова мен Фаина Сиванбаева қола медаль иеленсе, ерлер арасында Айдар Қазов пен Ермек Өміртай Азия чемпионы атанды. Ресейде жағажай волейболынан өтіп жатқан Сочи Open турнирі жалғасуда. Халықаралық жарыста қазақстандық Диченко мен Сидеренко 3 сетте F тобының фавориттері польшалық Михал Казделе мен Якуб Шаланкевич жұбына есе жіберді. Осылайша отандастарымыз плей-офф кезеңіне жолдама алды. Ал әйелдер арасында қазақстандық Татьяна Машкова мен Ирина Цимбалова 2 ойында жеңіске жетіп, плей-офф кезеңіне өтті. Келесі кездесуін олар жапониялық жұппен өткізеді. Жапонияның Йокогама қаласында өткен каратэден 13-ші Азия чемпионаты өз мәресіне жетті. Жарысқа 33 елдің спортшылар қатысқан еді. Жерлестеріміз 6 медальмен жалпы командалық есепте 2-ші орынды еншіледі. Қазақстан сапында Андрей Актауов, Ринат Сағындықов пен Ермек Айназаров алтын медаль олжаласа, әйелдер арасында Сабина Захарова, Гузалия Гафурова күміс медаль иеленді. Ал Гаухар Чайкузова қола жүлдегер атанды. Бельгияда жеңіл атлетикадан өтіп жатқан Гаухар лигасын таң телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Бүгін жарыс жолына Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова шығады. Байрақты бәсекеде Қазақстанның жеңіл атлеттері көңіл көншітерлік нәтиже көрсете ала ма? Жеңіл атлетикалық доданы бүгін сағат түнгі 12:00-де біздің арнамыздан тамашалаңыздар.